Кәрі Қаратау мен Айбарлы Алатаудың баурайы. Мұнда әрбір тастың түбінен сылдырлап аққан бұлақ көп. Көптігі сондай, оның бәрін қосып мың бұлақ атап кеткен. Бұл жердің табиғаты да өзгеше. Тараз қаласы күнге малынып, жайма шуақтанып тұрса, мұнда ала бөтен боран тұрады. Жазы салқын, қысы қатал. Сондай бір қыстың қаһарлы, боранды күні дүниеге қазақтың қаһарман батыры Бауыржан келеді. Бауыржан Момышұлының бойындағы қазақылық, ұлтына деген шексіз сүйіспеншілік бала кезден қалыптасты. Сәбидің жұдырықтай жүрегі әділдікке ұмтылды. Ойын баласының бойынан сол кезден ақ батырлықтың белгілері байқалады екен. Бауекең, міне, өшерде көкпарды тартты. Өшерде бар жүгірді, ойнады, асыр салды. Осы мұнтаздай мөлдір ауаны жұтты. Каусар суды ішті. Осы жерде туып өсті. Ал енді оның заманында бір ойы жеткілікті заман болған жоқ. Мәселен, Бауыржандардың естуімізше өшерде ойнайды екен. Ертеңнен кешке күндіз түні балалық кезде. Сонда аяғының қалыңдығы еттің өсіп кеткен соншалықты оған тікен кірмейді екен. Қапқара көздерінен от ұшқындаған, ойы сергек, көкірегі ояу бала Бауыржан интернатта жатып оқиды. Шымкент қаласында ашылған алғашқы 7 жылдық мектеп еді бұл. Бауыржан атамыздың Шымкент қаласында арнайы 7 жылдық мектепте оқып жүрген кезеңі. Бауыржан атамыздың әкесінің інісі Момынқұл кісінің суреті. Бұл Момынқұл көкем деп жазған кітабында бұл кісі Бауыржан атамызды көбінде атты қалай байлау керек, атты қалай баптау керек, соның бәрін үйреткен кісі екен. Сондықтан да біздің Бауыржан атамыздың Шабандоз дегенде атағы бар. Бауыржанды бала кезде бәрі шаң тимес деп атайды. Аңыздардағы жылдамдығына шаң ілеспейтін жүйрік сәйгүлікке теңегені. Бала Бауыржанда жылдам, епті, мықты, қайтпас қайсар болып өседі. Ал енді Бауыржанға батырлық 7 атасының да Ағментей деген батыр болған екен. Ол бабаларымыз кешегі жоңғар соғысында батырлыққа жеткен Ағментей деген кісілер. Ал енді соның кітабында жазады Бауыржанның. Ұлы Отан соғысында қоршауға түседі, 5 рет. Қоршауға түскенде адам тірі қалуға тиісті емес екен. Сонда 200-300 адам қоршауда тұрғанда, сонда көз алдына елестеп келеді екен, ақбоз атпенен. Балам, кеттік деп. Сонда бұл кісі команда береді екен, со мной деп. Содан бір адам оқышпайды екен. 18 жасында мектепті үздік бітіріп, Орынбордағы педагогикалық институтқа оқуға түседі. Бірақ бүтін киімі жоқ. Суықта бүрсеңдеген студентті оқу басшылығы үйіне қайтарады. Бозбала Бауыржан еліне келіп, мұғалім болып бала оқытады. Көп ұзамай жасы жеткен Бауыржанды әскер қатарына шақыртады. Кейін қаржы саласында милиция қызметінде еңбек етеді. Бауыржан қай қызметте болмасын тиянақтылығымен, принципшілдігімен еңбегін адал атқарады.